сіздер қалдарыңыз қалай? Біздермен түнгі Алматыны қызықтап, тамашалап, ауасын жұтып дегендей келе жатырмыз. Футболдан шықты. Енді манағы тамақтанып алайық деп жерлерді қарап едік. Ана жердегі неміз адам толып отыр. Қай жерге барсаң да адам толып тұрады. Жастар көп. Тамақтанатын жердің бәрі жері бос емес. Енді қалған жерге кепси. Соған келе жатырмыз. Кепсиде жақсы ғой. Бір келгенімізде кепсиде адам толып тұр. А жоқ? Осы жерде ме? Иә, осы жерде анда не бітіп жатты. Жабайын деп жатты ма? Жабайын деп жатты, жоқ, бітіп жатты ішінде, бітіп қалды деді. Кепси бітіп қалды деді? Кепси бітіп қалды деді. Енді бүгін әлі сағат ерте, барып көрейік. Şu жерден тамақтанамыз енді кепси. Балуан Шолақтың қасындағы. Негізі қаланың ортасы. Күшті, әдемі қала. Манағыдай қалада жүрген сияқты боласың. Сен шек жағында тұрғансың. Қала сияқты емес сияқты бізге. Басқа жаққа кетіп тұрған сияқты. Сол мана тамақтанатын жерлердің іші біреуінде мана не болды? Толып тұр. А вообще барлық жерде адам көп. Еще ана кілең жастар. Андай ащы тамақ бар ғой, корейский. Сорпа. Жоқ, арнайы корейский асхана ғой. Кафе ма? Бірақ соның ішінде деймін да, кілең жастар именно ащы сорпаны соны ішіп жатыр ғой, ащы зиянды. Ол жақсы көретін болып тұр енді, жақсы ғой, корейский де жақсы. Сол өздеріне ұнайтын болып тұр ғой, жастар жағы көп екен ішінде. Қай-қайсында да көп қой. Не бар мына жерде? Бәріне келіп шықтық қой. Аяйың бар, бургерің бар. Бургер бар, сосын тағы да бірдеңе халал құс. Халал құс. Қазақ құс па? Қалай? Халал құс. Бірдеме құс деген. Халал сайыс емес, халал құс деген бар екен. Бірақ бәрінде де адам көп. Халал гайс. Гайс? Бәрін аттарын өзгертіп шығара беретін болып тұр ғой, не керек. Мына жерде мал болып тұр екен, жауып тұр. Екен сүріп жатыр. Ал кеттік ән кірек. Адам деген болай. Күчет па? Мына жерді орынды алып қойдым енді. Мына жерді бірақ мына дәріға жасырып қоймасам. Бұл жер жинап беретін адам жоқ сияқты бізге. Солай сияқты. Кім тұр очетте? Рамазан тұр. Аян болып қалыпшы, адам көп. Мынау үлкен жер, иә, қараш. Иә, бірақ толып тұр. Ар жағында қаншама бөлмелер бар. Толып тұр. Бұл жағында деген магазин. Мына жағында дүкендер, иә. Енді келеме өзі жаңа не? Кезектесіп бармаса. Өтіп болмай жатыр ма? Күнде осылай ма мұнда очар? Күнде осылай дейді. Стадионда? Сол стадионда күнде футбол болмайды ғой? Ол сапта бойындағы бейнен жарысып. Балуан Шолақтан келетін. Марафон болды. Футбол болып отыр енді, иә? Иә, футбол бітті жаңа. Бағара түсті. Күнде осылай толық болады дейді, мына апай. Иә, онда келгенде түнде болғанда, ондан кеткен ғой, сонда келгенде уже бітіп кеткен еді ғой. Бітті, бірақ бос болды орындар, иә? Ада жоқ болғасын. Жақсы, көрейік енді. Көрейік енді. Иә, күтеміз. Қырғын очередке тұрып, жарты сағат күтіп. Әйтеуір жеттік. Жарты сағатта келді да, жарты сағат тұрды. Жарты сағат тұрды ма? Еңбек сіңген екен. Еңбек сіңіп дейін деп отыр. Көп алып қойған сияқтымыз. Тауысқаса салып аламыз ғой енді. Бізге аз болды. Кепсидің неше рет жесеңдер шықпайтын сияқтымыз ба? Қаншаныкі мынау? 8 мың неше? 8350 осы наборы. Штуктап па, санала ма? Жоқ, бәрі. Штукты, мына ішінде штук мүсін. Ішінде бар ма? Солмен саналады о да? 16, 27, 32. 25 штуктан сияқты. Жақсы. Nasıl болсын? Сосын шыққасына сіз. Шыққасын үйге барамыз. Барамыз дегенше сағат 1-ге бар. Ертең? Негізі ертерек рас, ертең біздер маңызды жұмыс бар. Оны ертең сұраламыз екен. Түсіріп болады, баратқанды. Баратқанды. Үзінді-үзінді алып тұрып. Сен түсіресің ғой.
ертең енді ол фотосеттерді ертең көресіздер. Күнде ертең. Ол вообще күшті зат. Бұл жерде адам көп болады сияқты да. Иә, 1000 адам деді ол. 1000 адам болады деп мен білмеймін. Күшті болатын сияқты. Күшті болады. Жақсы, ас болсын. Рахмет. KFC-ден шықтық. Бізге бұйырды, жедік. Такси шақырып қойдым. Мына жерде черси, кішкене кофе дейді. Чехтардың тағамдары сонда? Мә, күлің сладкий па? Авторские сладкие тридельники дейді. Корица, нутелла, шик-шик сияқты, орешка, банан, киви, клубника. Аласың ба? Тридельники. Ну, мороженое емес, басқаша бірдеңе да? А? Жеп көрмеген заттар сияқты. Көрейік та Ильяна вафельный мороженое дейді. Жоқ, мыналар кейіміз. Мыналар онша емес, мыналар көрдім. Мыналар нормально сияқты. Коктейль мен жатаны. Көресің бе? Білмеймін. Қарай қанша екен? Бағаш жазған. Шошқа. Мына жерден бере ма, қайдан береді? Не болды, ана жағы жабықта, мына жағынан кіретін жер ма? Есігі мына жақта екен. Ішінде чехтар жүрген сияқты үшін. Қарап шығал бар. Не болды? Іші деген ана тридельник деп тұр ғой. Иә. Сол 2190 теңге дейді. Біреу. Иә. Енді Содан бастап жоғарыға кете береді. Қымбат іші. ең арзан 2190. Үлкен зат шығар? Граммы? Осындай кішкентай не? Стаканчик сияқты. Адамдар алып жатыр ғой соны. Отыр адамдар андай. Қыз бен жігіттер шай ішіп, кофе ішіп, сондай отырғанда. Болады ғой енді жастарға келуге. Не алмадың, алған жоқсың соны? Есе мен кепсіге түк қанда анаған қараңғы тұрған жоқ. Таксиміз кетейік. Достар, бізбен бірге болыңыздар. Лайк, комментарий ұмытып кетпеңіздер. Пока-пока, ертең кездескенше.